Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, дети! Қазақ тілінен 7-ші сабақты бастаймыз. 7-ші сабақтың тақырыбы «Мен кеме құрастырамын». Тема нашего 7-го урока «Я собираю корабль». Сабақтың мақсаты тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттерді қолданып мәтін құрастыру. Жаңа сөздер, новые слова. Сен не істейсің? Что ты будешь делать? Не істейсің? Что ты делаешь? Кеме, корабль. Қайық, лодка. Құрастыру, собрать, построить. Кеме құрастыру, собирать корабль. Тыңдалым тапсырмасы. Прослушайте текст. Мен қайық жасаймын. Я делаю корабль. Қайықты бояймын. Буду разукрасить лодку. Анель үй құрастырады. Анель построит дом. Әлібек пен Анна кеме құрастырады. Әлібек и Анна собирают корабль. Бірінші тапсырма. Первое задание. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып оқы. Вставьте вместо многоточия нужные слова и прочитайте. Например, менің многоточие. Здесь есть ключевые слова. Қажетті сөздер: атым, менің атым, Әлібек. Мен кеме құрастырамын. Менің многоточие. И здесь у нас қажетті сөздер, нужные слова. Менің кемем әдемі. Ары қарай жалғастырамыз. И дальше, ребята. Анель үй құрастырады. Саша үйді бояйды. Жарайсыңдар, балалар. Үй тапсырмасы, домашнее задание. Екінші тапсырма, 22-ші бет. Второе задание, ребята. Сау болыңыздар. До свидания.